Жедел ақпаратты жүзеге асыру барысында Ақмола облысы полиция департаментінің ұйымдасқан қылмысқа қарсы күрес басқармасы Кармет өкілдігінің аумағынан жанар-жағармай материалдарын ұрлау бойынша қылмыстық схеманы жолға қойған адамдар тобының заңсыз әрекетіне тосқауыл қойды. Топ мүшелері өздерінің бұл әрекеттерінің ұзақ уақыт бойы жүзеге асырғаны анықталды. Жәбірленуші тараптың мәліметтері бойынша олардың кесірінен кәсіпорынға 50 миллион теңгеден астам сомаға шығын келтірілген. Бұдан басқа Карметтің қауіпсіздік қызметімен бірлесіп, кәсіпорын қызметкерлерінің, оның ішінде күзет қызметінің жанар-жағармай жымқыруға қатысты бар жоғы тексерілді. Тінту іс-шарасы барысында ұсталғандардан 5,5 тоннаға жуық дизель отыны, ірі көлемде ақша және іс бойынша өзге де заттай дәлелдемелер тәркіленді. Барлық күдіктілер уақытша ұстау изоляторына қамалды. Сотқа дейінгі тергеу жүргізілуде.